Баршаңызға қайырлы күн. Жоқ, мен Америкада емеспін. Мен Теміртау қаласы Ақтау кентінің жастарымен кездесуге келдік. Ұлт қазынасы 6-шы түсірілім, біз жалғастырамыз. Салтанат Қайырбек, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, ақын. Бір түрлі адаммен бір түрлі интервью жалғасады. Есіміңіз? Айгерім. Толық есіміңіз? Құрметбек Айгерім. Ұлт қазынасы жобасы туралы түсіндіңіз бе? Түсінгеніңіз болса, қысқа нұсқа айтып берсеңіз. Ұлт қазынасы жобасы дегеніміз Қарағанды облысындағы ауыл төңіректеріндегі талантты жастарды ұйымдастыру, жинау жобасы. Толық есіміңіз? Нұрланқызы Перизат. Жалпы жоба туралы, ұлт қазынасы жобасы туралы түсіндіңіз бе? Ұлт қазынасы жобасы ол Қарағанды өңірінің барлық мектептеріне, барлық жастарына қолдау көрсететін жоба. Бұл балалардың өздерінің ойлау қабілеттерін және де көзбен қарап көріп тұрған округтерін нығайту үшін және де сол округтен үлкейтуге арналған жоба. Қандай мәселелер бар осы кентте? Көшелерде жарық өте аз. Қараңғы, мысалы, қараңғыда дүкенге бару керек болады ғой. Сол кезде бару мәселесі өте қиын болады. Қараңғыда дүкенге не үшін барасыз? Жоқ, мысалы, керек заттар болады ғой. Не? Айтпай қойайын. Түнде ме? Жоқ, түн емес, кешкісін. Қазір қараңғы болып кетіп жатыр ғой, 5-тен кейін. Соған ғой. Андай бұрсат әкелдік айтып маған, андай бүйтіп қойып бүйтіп андай. Бүгін міне бізде ұлт қазынасы жобасы аясында тағы бір жастармен кездесуді аяқтадық. Мен қасымдағы ментор Салтанат ханым, сізге кішігірім сұрақтарым. Кездесу қалай болды өзіңізге? Кездесу ойдағыдай тамаша өтті. Менде бұндай мастер-класс өткізген бірінші кез емес, сондықтан балалардың барлық сұрақтары мен олардың қызығушылықтарына тиісінше жауап берді деп ойлаймын. Жалпы опытыңызда бірінші рет емес жасап Бірінші рет емес. Дайын болдыңыз? Дайын болдым. Мен әртүрлі деңгейдегі балалармен жұмыс жасағам, сондықтан керісінше бұл мектептің оқушылары, бұл мектептің өзі қазақ мектебі екен, және балалардың барлығының тілі таза қазақша. Соған мен аң-таң болдым, шыны керек. Бұл дәл менің салама келген кезде өте жақсы басымдық берді деп ойлаймын. Өйткені осы мастер-класстан кейін бірден 7 бала тәлімгерлікке өтуге ниет білдірді. Осының өзі осы қазақ тілді мектеп болғанның көрсеткіші деп ойлаймын. Жаңағы сіз жастармен кездесу өткізіп жатқанда сол 7 баланың несін сездіңіз бе? Көзіндегі жалының жалпы сол 7 бала таңдалады деп ойладыңыз, или басқа да қызыққан балалар болды, или? Мен шыны керек енді мына жақта 3 қыз белсенділік танытып отырды мына жақтан. Сол кезде мен ойладым, осы 3 қыздың ішінен батылы жетіп, ниет білдіретін осы бір қыз қалатын шығар деп. Ана жақтан отырған жаңағы тағы да балалар қосымша қатысып өздерінің ықыласын білдірген кезде мен шыны керек Дуже приятно стало. Да. Орысша айтып жүрмін, кешіріңіз. Ұрсат сияқты түскен маған. Ұрыспаймын. Баяғыда әдебиет апай ұрсатын. Мен әдебиет апай емес, мен қазақ тілі жанашыры. креативті. Қазақ тілі жанашыры. Иә.
Тамаша, керемет. Және соңғы сұрақ, жалпы жана 7 жасты таңдадыңыз. Қысқа нұсқа жоспарыңыз ұлт қазынасы жобасы аясында қалай жұмыс істейсіз жастармен? Мен осы жоба басталғанда әуелден өзім нақты бағытымды атап өттім. Ол заманауи поэзия бойынша, ол философия бағыты, лирика және балалар әдебиетіне қатысты. Бұл жерде балаларда қазір әлден ақ белгілі болып тұр. Лирикаға қызығушылық білдіретіндер, театрмен байланыс жасағысы келетін және балалар әдебиетіне контент мәтінін жасау, өлең структурасына үйрену деген сияқты. Сондықтан мен әуелден қойған бағытыма сай келіп тұр. Осы бағыт бойынша жұмыс жасаймын, әуелде қойған бағытым бойынша. Жақсы, сұхбатыңызға рахмет. Жобада сізге сәттілік тілеймін. Рахмет. Қайсыңыз? Құрметті достар, мына фонға қарасаңыздар, іші бос ғимараттар көп екен. Ал Ақтау кентінің жастарының іші ондай бос емес екен. Ішінде сондай рухқа толы, креативке толы және өз елінің, өз жеріне деген махаббатқа толы жастар екен. Біз жастарды қолдаймыз. Ақтау кенті ұлт қазынасы, біз сіздермен қоштаспаймыз.